Саламатсыздар ма 2 сынып оқушылары? Дүниетанудан 23 және 25 сабақтарды бірге орындайық. 23 сабақ ежелгі адамдардың өндірістік шаруашылыққа өтуі. Арман, өндіру және игілік ету деген сөздердің айырмашылығын анықтап көрейік. Ежелгі адамдар өмір сүру үшін алғашында табиғаттағы дайын дүниелерді пайдаланды. Балалар, енді суретке қарайық. Бұл суретте адамдар жемістерді азық ретінде пайдалану үшін теріп жатыр, бұл терімшілік. Ал екінші суретте аң аулап жатыр. Олар өздерінің тамағын осылай тапқан екен. Ежелгі адамдар терімшілік және аң аулау шаруашылық игілігіне жатады екен. Жеуге жарамды өсімдіктер кез келген жерде өспейтін, ал аңшылар аң аулағанда үнемі олжамен орала бермейтін. Ежелгі адамдар аштықты да басынан өткерген екен. Балалар, Ақмарал, әйелдер терімшілікпен айналыса жүріп, жерге түскен дәннің өсіп жетілетінін байқады. Оны қопсытқан топыраққа егу керегін білді. Күтіп баптаса, мол өнім алуға болатынын аңғарды. Осылайша егін шаруашылығы пайда болыпты. Балалар, енді суретке қараңдар. Біріншісі кетпен, екіншісі қол орақ екен. Кетпенмен жерді қазып, соған жаңағындай егін еккен, ал орақпен сол егінді орып алған екен. Балалар, көрдіңдер ме, ежелгі адамдар қалай жұмыс істеген, егіншілік қалай пайда болған екен. Арман, аңшылық кәсібі біртіндеп мал шаруашылығына жалғасты. Ер адамдар аң аулай жүріп, жабайы жануарлардың құлын, бұзау, қозы, лақ сияқты төлдерін асырай бастады. Жабайы жануарлардың төлдері біртіндеп адамдарға үйренді. Қой, ешкі, жылқы, сиыр қолда өсірді. Бұдан кейін адамдардың тұрмыс тіршілігі жақсара түсті. Егін егіп мал өсіру өндірістік шаруашылық деп аталады екен. Өндірістік шаруашылық арқылы адамдар өздеріне қажетті азық-түлікті өндірген екен. Ал балалар, енді сұрақтарға жауап берейік. Егін шаруашылығы қалай пайда болды? Әйелдер терімшілікпен айналысып жүріп, жерге түскен дәннің қалай өсіп жетілетінін, оны қопсытқан топыраққа отырғызғанда ол қалай пайда болатынын және оған күтіп баптаса, күтімін жасаса, ол өте үлкен мол өнім беретінін байқап, осы арқылы егін шаруашылығы пайда болған екен. Келесі сұрақ: мал шаруашылығы қалай дамыды? Мал шаруашылығы аңшылықтың арқасында дамыған. Аңшылық кәсібі біртіндеп мал шаруашылығына айналған. Ер адамдар аң аулап жүріп, жабайы жануарлардың төлдерін, құлын, бұзау, қозы, лақ сияқты төлдерін асырай бастаған. Жабайы жануарлардың төлдері ол адамдарға үйреніп бастаған. Қой, ешкі, жылқы, сиыр сияқты жануарларды қолда өсіріп, осылай мал шаруашылығы дамыған екен. Келесі: егіншілікпен айналысу үшін қандай табиғат жағдайы қажет? Ылғалды және де топырағы құнарлы табиғат жағдайы қажет. Балалар, құнарлы топырақты қопсытқанда және дән еккен кезде ол жерде мол өнім береді, және ол өсімдікке, егіншілікке күтім қажет екен. Жарайсыңдар. Келесі: егіншілікпен мал шаруашылығы пайда болғаннан кейін адамдардың тұрмысы қалай жақсарды дейді. Егіншілікпен мал шаруашылығынан кейін адамдардың тұрмысы өте қатты жақсарды. Себебі терімшілік кезінде жемістер болмай қалуы мүмкін. Адамдар көбіне аңшылыққа кеткенде ешқандай аңсыз аң аулай алмай келіп, аштықта да өмір сүрген екен. Сондықтан мал шаруашылығы мен егін шаруашылығында адамдардың жағдайы әлде қайда жақсарған екен. Балалар, қазіргі күні аңшылық пен терімшілік сақталған ба? Енді қараңдар балалар, аңшылық пен терімшілік ол ежелгі заманда болған. Аңшылық мал шаруашылығына айналған, ал терімшілік егін шаруашылығына айналған. Бізде қазір егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы өте қатты дамыған. Көптеген жаңағы жануарларды, малдарды, сиыр, қой, ешкі, жылқы, тіпті түйе бар, барлығын үй жағдайында үй жануарлары етіп ұстайды. Мал шаруашылығы өте жақсы дамыған. Ал егін шаруашылығы да әртүрлі көкөністер, түрлі жемістер егу арқылы қазіргі таңда пайда тауып отырған адамдар да бар. Балалар, біздің жеп жатқан жемістеріміз, көкөністеріміздің барлығы осы егін шаруашылығының арқасында келіп жатыр екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі:
24-ші сабақ. Әл-Фараби. Суретке қарап, ғалым Әл-Фараби ғылымда қандай еңбектер жазып қалдырғанын ата. Сен сол еңбектердің қайсынан білім ала бастадың? Тіл және музыка туралы трактат, математикалық трактат, тарихи және философиялық трактат, әлеуметтік этикалық трактат, жаратылыстану ғылымдары трактаты. Міне балалар, біздегі қазіргі таңда өтіп жатқан әртүрлі музыка, тарих, жаратылыстану, математика деген сияқты сабақтарды бұрынғы кезде де осылай трактат қылып, яғни талқылап жазып кеткен екен Әл-Фараби атамыз. Трактат латынша қарау, талқылау деген сөз, белгілі бір тақырып бойынша ғылыми көзқараста зерттелетін еңбек екен. Арман. Ұлы ғалым Әбу-Насыр Әл-Фараби отырар Фараб қаласында дүниеге келген. Әкесі әскери қолбасшы болған. Ол ұлының өз жолын жалғастырғанын қалады, бірақ Әбу-Насыр ғылымды таңдады. Ол алғаш отырар қаласында қыпшақ тілінде оқыды. Жас кезінен ғылымға деген қызығушылығы күннен күнге арта береді. Әл-Фараби туған жерінен алыстап Бағдат қаласында білім іздеп барды. Бұл қала мұсылман елінің шығысындағы ең ірі ғылыми орталық болатын. Әл-Фараби бүкіл саналы өмірін ғылымға арнады. Бүгінгі күні бізге ғылымның әр ғылым саласы бойынша жазған 100-ден астам еңбегі жетті. Отырарда туған қыпшақ баласы Әл-Фараби даналардың данасы. Ол философ, математик, музыкант. Ол сөйлеткен ғылымның көп саласын. Екінші ұстаз тарих берген бағасы деп Тұрдақын Жексенбай айтып кетіпті. Ақмарал. Ол араб, парсы, грек және басқа тілдерді білген. Әл-Фараби ежелгі грек ғалымы Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Ғылымның мақсаты табиғаттың тылсым жағдайлары мен құпияларын ашу деп Әл-Фараби атамыз айтып кеткен екен. Не себепті Әл-Фарабиді екінші ұстаз дейді балалар? Себебі оның жазған еңбектерінің барлығы осы мектеп және сабақ саласына байланысты. 25-ші сабақ. Бабаларымыздың жылқы түлігін қолға үйретуі. Ботай мәдениеті. Арман. Сен жылқының басқа үй жануарларынан кейін қолға үйретілгенін білесің бе? Ғалымдар жылқыны қолға үйрету алғаш рет Қазақстан аумағында болған деп есептейді. Ақмарал. Археолог ғалымдар солтүстік Қазақстан ежелгі Ботай қонысын тапты. Қазба жұмыстары кезінде ертедегі баспаналардың орындары ашылды. Оның ортасында жылытуға және тамақ дайындауға арналған ошақ болған. Ежелгі қоныстардан аттың ауыздығы табылды. Қыш ыдыс сынығынан қымыздың кепкен қалдығы анықталды. Міне балалар, суретте бізге Ботай қонысын бейнелеген. Бұл жерде ежелгі замандағы үйлер мен адамдарды бейнелеген екен. Қазба жұмыстар кезінде табылған заттар нені анықтайтынын түсіндіріп бер. Аттың ауыздығы. Суретке қараймыз балалар. Қыш ыдыстар. Қыш ыдыстар. Бұл ыдыстардан қымыздың қалдығы табылды деді. Яғни қымыздың ежелгі заманда болғанын, аттың үйретілгенін білдіреді екен. Ол кезде климат жылы әрі ылғалды болды. Қоныс маңындағы шөбі шүйгін жайылымдарда жабайы жылқылар үйір-үйірімен жайылып жүрді. Ботайлықтар оларды қолға үйретіп тұрмыста пайдалана бастапты. Міне балалар, астындағы сызбаға қараймыз. Жылқы, жауынгер жылқысы және жүк көлік жылқысы. Бізде бұл жерде жылқыны қолға үйретудің қандай маңызы бар және де оны адам еңбегін жеңілдетеді ме деп сұрап тұр екен. Жүк көлік жылқысы бұл жүкті тасымалдауға және де артына арба тиеуге, сонымен қатар адамдарды тасымалдауға көмегі болады екен. Ал жауынгер жылқысы ол тек соғыста жауға шапқанда бірге алып шығатын жүйрік жылқыны айтады екенбіз. Жылқыдан алынатын өнімдер қымыз, саумал және жылқыдан ет өнімдері де алынады. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Сендерге түсінікті деп ойлаймын. Маған тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.